Сәлем достар, бүгін мен сіздермен балды торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Балды торт ең дәмді әрі менің ең сүйікті тәттілерімнің бірі. Мен балды тортты әрдайым осы рецептімен жасаймын. Кез келген мерекеге жарайтын тәтті әрі жағымды торт. Ендеше мен бірге осы балды тортты бірге жасайық. Толық рецептіні видеоның астына қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны салып, үстіне құмшекерді қосамыз және де миксермен көпіргенше араластыратын боламыз. Ендігі кезекте басқады салып, жай отта оның үстіне балды қосып, көпіргенше араластырамыз. Көпіріп бастағанда үстіне 1 шай қасық ас содасын салып, қоңырлау түс болғанға дейін араластырыңыз. Одан бөлек маргаринімізді де ертіп аламыз және де балымыз осы қоңырлау түске келген кезде үстіне маргаринімізді қосатын боламыз. Мен бұл жерде маргаринді осы қоюланған балдың үстіне қосқан жері түсірілмей қалды. Сіздер сол екеуін араластырып, жаңағы жұмыртқа мен қант қосылған ыдысымыздың үстіне қосасыздар да, миксермен тағы бір рет араластырып жібересіздер. Келесі кезекте ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды қосып араластырасыздар да, жаңағы сұйық консистенциямызға 3-ке бөліп араластырып қосып отырасыздар. Балды торттың қамыры дайын болды. Енді оны дәл 3 бөлікке бөліп, осылайынан табаға салып, мен көрсеткендей қолмен жайып шығасыздар. Қатты жұқа қылып жаюдан қажеті жоқ. Енді осы қамырымызды қызып тұрған духовкада 200 градуста 8-10 минуттай пісіріп аласыз. Енді торттың жейтерін осылай дәлдеп кесіп аласыздар. Бұл жерлері бізге бетін сендеуге қажет болады. Креміне келетін болсақ, мен 20% қаймаққа қант қосып араластырдым. Қанттың орнына сахарная пудраны қоссаңыздар болады. Қаймақ пен қантты жақсылап араластырып, тоңазытқышқа 20 минутқа салып аламыз. Ендігі кезекте торт қабаттарын осылай біртіндеп қойып, оның бетіне пропитка мен крем жағамыз. Пропитка ретінде сіздер сүт қолдансаңыздар болады. Мен бұл жерде сгущенка мен суды араластырып, осылай жағып шықтым. Тортымызды осылай қоятын кезде оны міндетті түрде суытып аламыз және судан кейін барып пропитка мен кремін жағамыз. Ендігі кезекте тортымыздың бетін әлейтін боламыз. Мен тортымды әсемдеу үшін бетін осылай дөңгелек ыдыспен тура ортасына қойып, қалған шеттерін бағанағы кесілген торттардың шетінен үгітпе жасау арқылы осылай тортымды әдемілеп әрлеп шықтым. Осы бос қалған ортасын мен шоколадпен сәндедім. Тортымызды бір түнге тоңазытқышқа қалдыратын боламыз.
балды торт өте дәмді, нәзік, жұмсақ болып шықты. Сіздер міндетті түрде жасап көрулеріңіз қажет. Егер де видео сізге ұнаса, пайдалы болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.